Сәлематсыздар ма достар? Мен бүгін сіздерге тағы бір мороженейдің түрі баунти мороженейін жасап көрсетемін. Бұл мороженый дәмі сондай тәтті, дәмді. Кім баунти конфетін кокос жақсы көреді, сол адамдарға өте қолайлы рецепт. Және де қолжетімді заттармен жасауға болады. Достар, егер де сіздер менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып, қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Егер де сіздерге қиын болмаса, жүрекшені басып қойсаңыздар, мені қуантасыздар. Біздерге керек заттар сүт, қант және негізі кокос пастасы керек. Кокос пастасы өте қымбат тұрады, сондықтан мен кокостан паста жасадым. Кокосовое масломен және кокосты екеуін араластырып, менің кофемолка болғанда бұдан да жақсы кокосовое паста шығар еді. Мен блендермен жасадым, сондықтан осындай болды. Және осылардың бәрін құямыз да, және бізге керегі кукурузный крахмал не су. Мұны көргендеріңізде екеуін араластырып қоямыз. Қалған керекті құралдардың бәрін бір кастрюльге сүттің ішіне саламыз да, оны отқа қоямыз. Не керектін бәрін әдеттегідей мен описанияға жазамын. Сүтіміз сәл қайнай бастағанда суға жақсылап езілген, ешқандай түйіршексіз крахмалды үстіне құямыз. Астын енді бәсеңсітіп қоямыз. Бір қайнап бастағаннан кейін крахмалды салып, осылай қоймалжың болғанша қайнатамыз. Қоймалжың қатты қоюлы болғаны бізге жақсы. Көп қоймалжың болса өте жақсы. Осылай етіп және астын араластырып тұруды ұмытпаймыз. Себебі астына жабысып қалуы мүмкін. Әбден мына ойымызға келгенше өзіміздің ойымыздағыдай қоймалжың болғаннан кейін басқа ыдысқа ауыстырамыз да 4 сағатқа кем дегенде холодильникке қойып қоямыз. 4 сағат уақыт өткеннен кейін міне көріп тұрғандарыңыздай бұрынғысынан да қоюланды. Миксердің ыдысына салып, қол миксерде болады. Үстіне 33%, одан да жоғары сливкемізді құямыз да, осылай араластырамыз. Мынандай қоюлау болады, кішкене айтады ғой, мороженый, растаявший мороженый дейді ғой, сондай жағдайға шейін араластырамыз. Байқаңыздар, іріп кетпесін. Сол кезде біз кокосымызды саламыз. Қатты қою болмау керек. Егер де сіздер уақытын асырып алсаңыздар, сливки перезбивать етіледі дейді ғой, өте қатты избивать етіп жіберсеңіздер, ол сұйып кетеді, одан кейін қайтадан орнына келтіре алмаймыз. Сондықтан қарап тұрыңыздар. Міне осындай жағдайға келеді. Көріңіздер, осындай болып, өзі сондай растаявший мороженый сияқты болып тұрады өзі. Түрі сондай әдемі, қатты қоюда емес, қатты сұйықта емес. Оны енді біз морозилкаға салып қоямыз. Әр 2 сағат сайын қозғап тұрғанымыз жақсы, бойындағы суы болмайды. Енді мен үстіне шоколадный топпинг жасадым. Сіздер оны жасамасаңыздар да болады. Тек қана өзін беруге болмаса шоколадты теркадан өткізсеңіздер болады. Шоколадный топпинг жасау үшін бізге какао, қант және 50 граммдай сливки керек, 33% және глюкозный сироп. Мен мына жерде азғантай құйдым, одан кейін тағы да мен сливки құямын. Қай мезгілде құятынымды сіздерге айтамын. Бәрін біз осылай етіп отқа қоямыз да араластырамыз. Осы міне қарасаңыздар қою болып тұр. Енді осы мезгілде мен тағы да сливкиді құйдым. Маған бәр жоғы 50-60 граммдай сливки кетті. Міне жылтырап, әдемі сұйық болды, бетіне құйылатындай. Енді бұны мен алып, осындай мешокқа құйдым да суытып қойдым. Міне қарасаңыздар, өте әдемі. Қандай десерт болса да үстіне сіздер салып, бұны әрлеулеріңізге болады. Әртүрлі десерттерге шоколадный декор ретінде қолдансаңыздар болады. Міне менің мороженейім дайын, 24 сағат морозилкада тұрды. Міне көріп тұрғандарыңыздай, үй жағдайында табиғи өнімдермен мороженый жасаудың ешқандай қиындығы жоқ. Менің каналыма жазылып қойсаңыздар, бұдан да басқа десерттер мен тағамдардың рецептісін таба аласыздар. Видеоның ақырына шейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен. Сіздерді жақсы көремін.